Тоқта! Мұнда менен басқа ешкім кіре алмайды. Сен кімсің өзі? Жылдам кел! Малефисента болды, доғар. Жоқ. Малефисента. Бұл кінәлі емес. Тез кет! Әйтпесе қарауыл шақырам. Жоғалған еліктер. Шық бұл жерден, естимісің? Сен не істеп жүрсің? Сен де перісің. Қалай ғана дәтің барады? Мен ақсүйек Ликспиклмын, патшайым қызметіндемін. Қанатыңды қырқып алыпты. Бірақ сен перісің ғой. Сен оларды сатып кеттің. Өзіңше, Аврора. Адам боп, перлермен өмір сүрдің. Патшаны дуалаған сіз екенсіз. Иә, патшайым шығарсың. Бірақ тым жассың. Адамдарды билеу шашыңа гүл тағып, жалаң аяқ жүгіріп жүруден әлде қайда қиынырақ қымбаттым. Жас кезімде патшалығымыз батпақтымен шекаралас еді. Бір жылы қыс ерекше қатты болып, астығымыздың бәрін үсік шалды. Адамдардың бәрі ашыға бастады. Алыс жақынға көз тастасақ, перлердің жері гүлденіп жатыр екен. Бәрі бақытты. Ағам екеуміз керегімізді күшпен алмақ болдық. Ал әкем, яғни патшамыз, перлердің жомарттығына сенді. Сөйтіп аңғал әкем ағамды ол жаққа ел шығып жіберді. Бірақ ол оралмады. Әрең сөйлейтін, міңгірлеген мақұлықтар ағамды жауыздықпен өлтіріп тастапты. Мен сізге сенбей. Халық қатты дүрліге бастап, ақыры әкемді тақтан құлатты. Содан патшалығымыз ойран болып, мен елден қуылдым. Амалсыздан Уэльстед патшасы Джонға тұрмысқа шықтым. Ол да татулық пен бейбітшілікті ойлаған бейшара болатын. Енді өз ұлымда сол жолды ұстанбақ. Бірақ патшалықтың түбіне жететін мұндай бейбітшіліктің керек жоқ. Мынаны қамаңдар. Соғыс басталды.